шыққан жыршының айтқан шығармасын тақ қылу да, жұп қылу да өздеріңіздің қолдарыңызда деп жатқаным ғой. Мен сахнаға келесі өнерпазды шақырғым келіп отыр. Соның алдында бір алабөтен аспапқа байланысты бір ауыз ғана түсіндірме бергім келеді. Қазақтың өзі көп аспаптарын кейде түсіндіру керек сияқты. Мына қазақ мүшел қайрат ағайын жақсы білесіздер. 13-те, 25-те, 37-де, 49-ында, 61-де. Осы 5 түрлі мүшелге байланысты 5 түрлі түсті айтады: ақ, қара, қызыл, көк, сары. Қай мүшелге қара түс тура келетін болса, сол жасты қазақ өте ауыр жас деп есептейді. Сол көбіне көп 37 мен 49-ға, 61-ге келіп жатады, әркімде әрқалай. Бұны неге айтып отырмын? Қобыз деген аспап бар, өздеріңіз білетін. Қобыз өте киелі аспап болып есептеледі, және қобызда анау-мынау көңілді әуен орындалмайды. Сол қобыздың бауырына таққан қылы жүйрік аттың 61 талынан тұрады. Міне осыны қазақтың жаңағы бір жас деп жүрген нышаны. Екі жастың біріне келмей өлген адамды қазақ қыршын дейді. Екі жастың біріне келмей өлді дейді. Ол 61-ге толмай өлген адам. Сол 61 екі қайталанған уақытында 120 мына қобыздың бауырына таққан тілінің саны шығады. Осындай қасиетті аспапқа ие болған байырғы бабаларының сол қобызда төккен сарынын қайта жаңғыртып айтып жүрген бауырымыз сыр өңірінен келіп отыр. Марат Сүгірбаев, Марат бауырымызды қабыл алайық. Сәрсенбай жыраудың қолдауымен.
ғылымда бір звука идеал деген түсінік бар. Тәржімелегенде өзі дыбысты бір тұтуға келеді. Біз қазір әншілерден, жыршылардан, жалпы музыканттардан кімнің әуезе қылып дыбысын бір тұтып жүрміз. Бір замандағы Жүсекеңнің дауысы, бір замандағы Ғарекеңнің дауысы, Манарбектің дауысы, кешегі Жәнібектің дауысы, бүгінгі көз алдымыздағы ұстазымыз Қайрекеңдердің дауысы кешегі 60-шы, 70-ші, 50-ші жылдардағы біздің апа-ағаларымыздың құлағында әлі күнге дейін сол бір тұтып тұнып тұрғаны белгілі. Сырдың бойында 27 жасында қыршын кеткен үлкен жыршы болған. Ол мына ескі жыршылық дәстүрді бүгінгі мына сахнаға көшіріп алып келіп, заманауи сахналық мәдениет жыршылық қалыптастырған үлкен өнерпаз. Арық атасы Дүзбенбек, одан белгілі шығармасын жұрт орындап жүр Жиенбай жырау, оның баласы Үрстенбек, содан келе жатқан мұраны бізге жеткізген Көшеней. Сол Көшеней өмірден өткеннен кейін халық Көшенейдің дыбысын аңсай бастады. Қазіргі таңда тірі Көшеней атанып жүрген сондай бір бауырымыз бар. Қызылордадан келіп отыр. Сол Көшеней атындағы жыраулар үйінің жетекшісі Серік Жақсығұлов бауырымыз. Қазақтағы үлкен жыраулық үрдісті тұтынған баба жыраулардың бірі Балқы Базардың әлеуметтер құлақ сал деген толғауымен дүниеден байда өтеді, батырда өтеді, тақ мінген патшада өтеді, пенденің түбіне ажал жетеді деп толғау беуі дейді. Ақиреттік философиясы. Түсін қайраған, көлденең жатқан жайықты жағалай қонып жайлаған, қасарысқан дұшпанын артына қолын байлаған, алдына салып айдаған. Әбілқайыр Нұралы есім Тәуке Жәнібек, Абылай менен Жәңгір хан, ой солардан өткен сұм дүние. Міне бір Хадижа алғаннан отқа салсаң күймеген, арамды көңілі сүймеген, арамдықтың өмірі бір шарпуы тимеген, дін мұсылман баласын кереметпен бейлеген. Сәхәр тұрып жылаған, хақтан мәдәт сұраған, ол ерлердің тағаты бір Аллаға ұнаған. Бабай түкті шаштази серсекпен бет мағзаман, Аралы шан софази зой солардан өткен сұм дүние. Міне бір Хадижа алғаннан бай өлмейді ой дер едім. Базар барып пұл алған, пұлына сатып құл алған, қарала парша шулғанған, алтын менен күміске тірлігін деп былғанған. Ауылының сыртына қош шатырды құрғызған, қош жетімді әшейін иман үшін тұрғызған. Қырым менен Қытайға саудагерін жүргізген, ұлы менен қызына қырмызы Қытай кигізген. Жылқыдан жорға теңселтіп жиын топқа жүргізген, қатар жүрген қазаққа байлығын сөйтіп білгізген. Шабағысыма өтеген Ақмырза Қуан көшермен, байлар еді ұйтқылы бағусыз малы бос өрген. Опасы жоқ дүниям,
Өткен жоқ ондай нешеуден ой, солардан өткен сұм дүние. Міне бір шолақ дүниядан бей өлмейді ой дер едім. Аузына халықты қаратқан, алдынан топты таратқан, төресін бұра бермеген, адамды ала көрмеген, әруағына болайын ертеңгі атқан, орыстың зеңбірегінде еңіреген. Қаздауысты Қазыбек үйсін төле Әйтеке, Алшын мөңке Бейгөбек өте тілеу Сарытай, Қампыш Мұрат Киекбай, о солардан өткен сұм дүние. Міне бір фәни жалғаннан батыр өлмес дер едім. Тақыр жерде тайласқан, қайыңнан найза сайласқан, қарсы келген дұшпанға азу тізін қайрасқан. Жалғыз жүрсе қуанған, қолына байрақ туалған, найзасын қарға асынып, алмасын қанға суарған. Шетте тағам бір татқан, қыстық күнде қырық шапқан, Жанғожа Есет Қыстаубай, Қасым Сейіл Бұқарбай, Малай Сары Шантайда, Сәмет Батыр Тоғана сой, солардан өткен сұм дүние. Міне бір шәмпәни жалғаннан шайыр өлмес дер едім. Сайрауға қызыл тіл берген, көңіліне соны шашыр берген, есем тау бағытып, мәжілісінде жақсының дәурен сүріп күн көрген. Ерегіскен бұлармен ажалы жетпей күнделген. Қара дос өске Бодабай, сен әлі сәдір орынбай, татау жоқ сөзінде шұбырған көштің жолындай. Ақ кетенің ішінде шерді яшыған өтеген, ой солардан өткен сұм дүние.